Тісіңіз ауырған жағдайда кішкентай бала түгілі үлкен кісілер мазаланып есі кетеді. Тістің қақсағанына шыдамсыздық танытып, тыным таппай жатады. Бірі көбі тіс дәрігерінен қорқып түрлі дәрі-дәрмектер ішіп, аурудың алдын алып жататын болса, бірі стоматологиялық ауруханаға жетуге асығады екен. Аяқ асты тісіңіз ауырған жағдайда қандай шара қолдану керектігі туралы білу үшін айтар кеңесімізге құлақ түріңіз. Тістің аяқ асты ауруына бірнеше себеп бар. Бұл тіске кариестің түсіп қажалуынан немесе эмальдің әлсіреуінен пайда болуы мүмкін. Мұның да пайда болуы көптеген себептерге байланысты. Яғни сіз өзіңіздің жеп отырған тағамыңызға байланысты екен. Тәтті тағамдар мен газдалған сусындарды көп ішкен жағдайда, көп мөлшерде пайдаланған жағдайда, сағызды ұзақ шайнағанда, тіс күтіміне салғырт қарағанда, тіс ауруларын алдын алмағанда, және тағы сол сияқты себептерден болады. Тістің ауырғаны ең әуелі жүйке жүйесіне әсер береді. Ол суық, ыстық және тәтті қышқыл тағамдарды жеген кезде ауа тигенде өте қатты сезіледі. Сол себепті қыс мезгілінде далаға шыққан уақытта біздің тісіміздің қатты одан сайы ауыратыны осыдан. Немесе ыстық тағамды жеген жағдайда, немесе шайнап жатқан жағдайда тістің ауруы осы себептен. Содан кейін де температура көтерілуі мүмкін, ұйқы қашып, бас айналып, адамның бет-жүзі ісіп кетеді. Сонымен қатар, бұл кезде үйдегі дәрі-дәрмек қобдишасында жатқан баралгин, кетанол, кетанов, нурофен, анальгин, аспирин сияқты дәрілерді қабылдауға болады. Егер де қол астыңызда бұл дәрілер болмаған кезде хал емін пайдалансаңыз болады. Тіс ауырған кезде алдымен тісіңізді тазалап алыңыз. Ауыз қуысын тұз және ас содасы қосылған жылы сумен шайып тұрыңыз. Сондай-ақ көк шөпті қайнатып суған кезде тіске басып, ауыз қуысын тазалауға болады. Ауырған тістің орналасқан жағына қарай оң немесе сол қолыңызға сарымсақ бөлігін дәкемен таңып қоясыз. Үккіштен пияз бен сарымсақты өткізіп, оны тұз бен содамен араластырасыз да, содан кейін оны дәкеге орап, ауырған тіске басасыз. Бұл шараны күніне 2-3 мәрте әр 2 сағат сайын қайталауға болады. Мұз кескінін алып, оны сүлгімен орап, тіс ауырған жаққа басасыз. Ауырған тіс жақтағы құлағыңызды ұстап, сағат бағытымен 5 минут уқалаңыз. Қолыңызға мұз кескінін алып, алақан аясында домалатсаңыз да болады. Сонымен қатар, тіс ауруы кенет басталған жағдайда 1 стакан жылы суға 1 шай қасық ас тұзы мен 7 тамшы йод қосасыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырасыз да, дайын болған емдік сумен ауыз қуысын шаясыз. 1 шайғаннан ақ тістің ауырғаны басылады екен. Емді күніне 3 рет қайталайсыз. Су мен сода. Яғни мен жаңа айтып кеткенімдей, 1 стакан қайнатылған жылы суға 0,5, яғни жарты шай қасық ас содасын араластырып аузыңызды шаясыз. Бұл тістің ауырғанын басады, қызыл еттің қабынуын емдейді, әрі ауыздағы жамсы иістің жойылуына септігін тигізеді. Қызылша шырыны. 1 дана таза піскен қызылша шырыны. 1 дана таза піскен қызылшаның шырынын өткізесіз. Дайын болған шырынның 1 жұтымын ұрттап, аузыңызда бірнеше минут ұстап тұрасыз. Бұл да тіс ауруына ем болады. Ал егер қызыл ек қанап жүретін болса, онда қызылшаны жіңішке етіп турап, қызыл егіңізге қоясыз. Сонымен қатар, дәріхана сөрелерінен табылатын мумия ерітіндісінің де тіс ауруына ем болатын қасиеті де орасан зор. Ескеріңіз, мұны кішкентай балаларға қолданатын болсаңыз, пайдасы көбірек болмақ. Және де тіс ауруынан бұрын тісті ағарту үшін қандай қоспаны жасасақ тиімді болады. 2 ас қасық табиғи сұйық балға 1 ас қасық йодталған тұзбен 1 шай қасық ас содасын араластырасыз. Қоспаны біркелкі қоюланған кезде тіс щеткасының көмегімен тісіңізге жағасыз, 2-3 минуттай тісіңізді тазалап, жылтырап, ағарып шығады. Емді аптасына 1 рет жүргізсеңіз де жарайды. Сонымен қатар, тісіңіз өте қатты ауырып, асқынған жағдайда тісті жұлдыруға тура келеді. Ал тісті жұлдырғаннан кейін де оған да бір емді көрсеткіш қажет болады. Ол үшін осында сұйықтықты дайындап, аузыңызды шаясыз. 4 грамм ас содасына 10 тамшы сутегінің асқын тотығы, яғни перекис водорода мен 3 тамшы лимон шырынын араластырасыз. Дайын болған қоспаны жылынған тістің орнына қоясыз.
2 минуттан соң аузыңызды жылы сумен шаясыз. Бұл емді бір рет қана жасасаңыз да жеткілікті болады. Сонымен қатар тіс жұлдырған жағдайда тістің жұлдырған аймақтарына фурацилинді ерітіп, яғни қайнаған суға фурацилинді ерітіп, тістің жұлдырған жағына шайып, қабынуды жалпы инфекциядан қорғауға болады.